Сәлем достар. Таң азанмен тұрып мұжық. В общем, Амираның әліппемен қоштасуы бүгін достар. Бүгін сол әліппе туралы блог болады. Бізде бүгін Амира жүргізуші. Бір ай бұрын дайындадық. Бір ай бұрын емес енді. 15 күн бұрын дайындадық. Шүкір, Альмира деген Амира өте алғыр. Бәрін тез-ақ жаттап алды. Еще өте пунктуальны. Осы күні жаттап кел деген деп жылап жүріп жаттады. Шүкір, қазір қалай жүргізеді. Еще бейбейлейді. Бәрін сіздермен бірге көретін боламыз. Бұл жалпы осы YouTube влог Амираның несімен ашылды ғой, жетекшілігімен жүргізейік, бастайық деп ше. Енді қалай оның жаңағы әліппемен қоштасуынсыз влог болып тұрады деп мен аз болса да сіздерге Амираларыңызды өзім көрсетейін деп жатырмын. Берса лайк басып, комментария жазып, қолдап, тіркеліп кетіңіздер достар. Не достар, біз келдік общем. Айжан апай ма? Апай, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Қалайсыздар? Біздіңіз қайда қазір? Қалайсыз апай? Біздіңіз қайда? Кәсіні бір жағынан ағымыз жүр. Достар, Амира. Міне достар, біздің Амикош красавица даша. Машалла, анда бізде бар еді ғой. Иде қалып кетті. Міне, осында көйлек кигізді апайлары. Міне біздің Амира көшінің апайы. Енді бізге удачи. Давай, Амикош, сәттілік. Қорықпа, ұялма, жарай ма? Мен яқта саған не отырам, полетит отырам, жарай ма? Жаным. Еще бір жақта бізде ақылау келді. Сәлем. Әне біздің ақылау. Ақылау. Міне біздің қыз ақылау. Влог. Бағанағаны айтып жатыр едің ғой. Кіріп қалсақ еді. Ақылаудың класы. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Бүгінгі біздің әліппеге 1000 алғыс атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер. Осыдан 3 ай бұрын мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндеріңіз бүгінде білім бастауы әліппе оқулығын
Topçularınıza. Oradan bu Красавица болып тұр ғой. Астана тұрсың қазір. Қимылдамай тұр ғой, жаным. Бірінші рет қой, бірінші рет. Шығып кетті. Қолдауларды қараңыздар, қандай қолдау мынау. Жандарым, қарасаңыздар. Нақтауынша жоқ екен. Мына қызды қараңыздар. Нақтауын көз, Әмина. Машалла, беріліп тұр ғой. Жүгіріп баратқан қарасаңыздар, жаным. Машалла. Кипиш болып адам мақта апайы. Міне, шықты. Абылар басқа екен. Шатасқа зон біздікі жасып. Киініп атыр. Қандай красавицалар, бір асына бұл бір. Міне. Жаным, көйлегін көтеріп қояды. Ясып ағашқа барып. Ағаш маған жабылық берсін. Жалай. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыстама су беріндесі. Жалай, мысық дүкеншіге барып. Дүкенші. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанға бас салады.
Қашама еңбек қонанды. Жүргізуші красавица қызым. Пай. Томпи болып жүр ғой. Бергел деп қояды, құдай жаным. Болғын кесе тістердей елу үшке кел шекен. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, бүгінгі ертеңгілігіміз өз мәресіне жетті. Енді кішігірім кем-кетік болады, ондай бірінші сыныптар киіндіріп, шешіндіріп боламыз дегенше кішкене уақыт болып қалды. Оған ренжімеңіздер. Енді бүгінгі ертеңгілігіміз аяқталды. Біз мектептің тәрбиесінің меңгерушісі Өтекаева Гүлмира апайымызға сөз кезегін берейік. Достар, бізде әліппемен қоштасу аяқталды. Ана тілге өтті Миралар. Мені сұрайды, достар, жүргізуші болған қандай болды деп. Күшті деп атырмын, өзіңе қандай болды десем, біреуінен шатас қалдым дейді. Достарға сәлем де. Сөзіңді айт достарға, сонымен бітірейік. Сіз ағзақты аналар дегені ма? Жоқ, достар, сау болыңыздар. Достар, сау болыңыздар, бізге лайк басып комментарияға кеттіңіздер. Иә, достар, Амикоштың жүргізуін, биін, барлығын бағалап кетіңіздер, иә? Қар жауып, тұр әдемі боп міне. Күшті боп қар жауып. Неге? Жұқа қуанасы. Жүр кеттіген достар, бізге лайк басып, комментария жазып, бізді қолдап кетіңіздер. 100 комментариядан асырып жазғанға сыйлығымыз бар.